Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Заңмен қалжыңдасқан жаман екенін бәріміз жақсы білеміз. Бірнеше ғасырлар бұрын қылмысы үшін адамды ылғалдақ зынданға қамаған. Онда тамаққа тек нан ғана берілген. Бірақ содан бері көптеген өзгерістер болды. Кейбір елдерде тұтқындар тәтті тағамдар жейді және де шығармашылыққа уақыт бөледі. Бірақ кейбір жерлерде қылмыскерлерге әлі де қатал тәртіп қолданылады. Бүгін біз сіздерге әр елдің түрмесінің тағамдарын көрсетеміз. Қытай түрмесіне қош келдіңіз. Кешкі тамаққа не қалайсыз? Бүгінгі мәзірде шошқа етінен жасалған жаркойы, ертең есе қой немесе тауық етінен жасалған сорпа. Мынаған қараңызшы, мейрамханада жейтін тағамға ұқсайды. Егер де тағы да жегіңіз келсе, ақшасын төлеңіз. Ақшаңыз болса, күнде қалаған тағамыңызды жеуге болады. Бұл жерде барлық тағам түрлері бар. Ал жаздың күні шөлдерін қандыру үшін қарбыз беріледі. Бірақ мақтамай тұрыңыз. Бұлай тек бай қалаларда ғана беріледі. Бюджеті аз, кіші қалаларда бір адамға күніне $1 70 цент қана бөлінеді. Бұған не істеуге болады? Әрине, ең арзан капуста, картоп секілді көкөністерді сатып алып, барлығын бірге пісіреді. Дайын болған тағамды бір ыдыспен тасып барлығына таратып береді. Біздің ойымызша, мына тағамнан айырмасы болмайтын шығар. Италия. Сіздердің араларыңызда Италияның киноларында мынандай көріністі көргендер бар шығар. Гангстерлер түрмеде өздері қалаған тағамды пісіріп жейді. Бұны өтірік дейсіз бе? Жоқ. Италия заңы бойынша тұтқындар қаласы кіші газ баллон ұстап, онымен тамақ пісіріп, немесе кофе қайнатып ішуге болады. Бұлайдан көп тамақ жейтін, немесе қызғатындар жасайтын шығар. Себебі ол жерде жақсы тамақ беріледі. Бір адамға 100 грамм макарон, немесе күріш соусымен, 150-200 грамм ет, немесе балық, 100-ден астам грамм жеміс, бірнеше бөлік нан беріледі. Қаласаңыз бірнеше шиша пиво, немесе вино қосыңыз, тек өз ақшаңызға. Бірақ виноны сатып алып не істейсіз, егерде оны өзіңіз дайындай алатын болсаңыз. Гаргона түрмесінің жанында жүзім бауы бар. Барлық тұтқындар ол жерде жұмыс жасайды. Ең қызығы, Италияда мейрамханасы бар түрме бар. Бұны ашу себебі келешекте тұтқындарға жұмыс табуға көмектеседі деп ойлаған. Тұтқындар қызметін жақсы атқарғаны соншалықты, қазіргі таңда барлық адамдарға ашық. Қазақстан. Ең қауіпті түрмелердің бірі деуге болады. Бұл жерге тілшілердің өзінде кіргізе бермейді. Кірерден алдын арнайы кнопка береді. Қажет болғанда көмекке шақыру үшін. Бұл жер кездейсоқ таңдалмаған. Оның астын қазалмау үшін биік тауға салынған. Айналасы есе ашық кең дала. Мұқият тыңдаңыз. Біз қазір қара бүркіттің ішіндеміз. Бұл Қазақстандағы ең қатал тәртіптегі абақта. Бұл жерде жүздеген адам өмірінің соңына дейін осында отырады. Олар күнін қалай өткізеді деп жатқан шығарсыз. Таңғы сағат 6-да тұрғаннан кешкі ұйықтағанға дейін жатуға болмайды. 16 сағат бойы тұрып жүруі керек. Немесе темір столда отырып жазуға, оқуға болады. Және де 1 сағат кішігірім бөлмеде жүруге болады. Осы тәртіпті күнде қолданады. Бұл да жасаған қылмыстарына лайықты жаза шығар. Норвегия. Елестетіп көріңізші. Суреттегідей арал, биік талдар, зәулім үйлер, атта серуендейтіндей табиғат. Балық аулайтын жерлерін айтсаңызшы. Бұл қандай курорт? Барғымыз келіп тұр дейсіз бе? Өкінішке орай бара алмайсыз. Себебі сіз қазір ғана Норвегияның бастой түрмесі жайлы естідіңіз. Бұл жерге кішігірім қылмыскерлер келмейді. Бұл қатал тәртіптегі түрме. Әр қадамда күзетші, биік қабырғалар бар деп жатқан шығарсыз. Жоқ. Бұл жердің тұтқындары әдемі үйде тұрады. Бір-біріне қонаққа барады. Ал түнде есе бар жоғы 5 күзетші қарауылдап жүреді. Бос уақытта атта серуендеп, балық аулап, теннис ойнауды ұсынады. Қарныңыз ашса, магазинге барып, тамақ сатып алсаңыз болады. Норвегтерді ақымақ демей тұрыңыз. Себебі түрменің негізгі мақсаты адамдарды тәрбиелеп шығару. Ал басты түрмесі бұны тамаша атқаруда. Және де 38 жылдан бері осы түрмеден бір ғана адам қашуға тырысқан. Бір қызығы, бұл адамға не жетпеді екен? ақш. Американың барлық киноларында түрмелері біркелкі. Қызғылт сары түсті киімде қауіпті қылмыскерлер. Сыртта жаттығу алаңы. Асханаға келіп, қалаған тағамыңды қалағанша аласың. Иә, ақш билігі осындай екенін мойындайды. Таңертеңгі тамаққа кашал секілді жеңіл тамақтар және де сүт беріледі. Хот-дог немесе гамбургер жегіңіз келе ме? Алыңыз. Сіз етті тағам жемейсіз бе? Онда сізге етсіз тағам беріледі. 2016 жылдан бастап вегетариандық тағам түрлері де ұсыныла бастады. Қылмыскерлердің денсаулығы үшін қанты, тұзы аз, арнайы мәзірлерді дайындап қойылған.
қарап тұрсаң балабақша секілді. Алайда тұтқындардың айтуынша олай емес. Кей түрмелерде тамақ аз берілгені соншалықты аштықтан тіс пастасын, әжетхана қағазын жеген, алып келген нандарынан мұсыр шыққан. Солай болса да тұтқындарға жақсы тамақ бердіп ешкім айтпайтын шығар.